Осы қазіргі уақытта көп адамдар сұрап жатады, соттық банкротство мен төлем қабілеттілігін қалпына келтіру кезінде мысалы қалай жұмыстарды бастаймыз, не істейміз, біз жақтан, біздің тараптардан не істеу керек, және де сіздердің тараптарыңыздан не істеу керек, сол жаттарды бізден сұрап жатады. Сол жайлы кішкене ақпарат бергім келіп тұр. Қараңыздар, сіздер бізге жазған уақытта, бізбен жұмыс істеуді бастаған уақытта біз бірінші анализ жасаймыз, сіздердің бүкіл толыққанды жағдайларыңызды тексереміз. То есть сіздер соттық банкротствоға немесе төлем қабілеттілігін қалпына келтіру рәсіміне сәйкес келесіздер ма, сәйкес келмейсіздер ма? Біз соны тексереміз. Ең біріншіден бұл жерде тексерген кезде біз сіздің атыңызда ИП бар ма, сіздің аттарыңызда ТО бар ма, и сіздің нелеріңізді тексереміз, жұбайларыңызды тексереміз. Олардың атында да ИП, ТО, сіздердің негізі некелеріңіз бар ма, жоқ па, сіздердің каспи выпискаларыңызды тексереміз, обороттарыңызды тексереміз. Өйткені оның барлығы сот процесінде тексеріледі. Бұмен қоймай, соның арасында сіздің атыңызда мүлік бар ма, то есть жер, үй, квартира, машина, тағы да не бар ол жерде. Сіздің қарыздарыңызда просрочкалары бар ма, просрочкалары қанша уақытқа жетті, олар бір жылдан асқан ба, аспаған ба, сіздердің счеттарыңыздан ақша ұсталынған ба, как раз таки соларды біз выпискадан тексереміз, соңғы бір жылда ақша ұсталынды ба, ұсталынбады ма. Сонымен қатар сізде залоговый имуществолар бар ма, немесе сіздер біреуге гарантсыздар ма, сіздерге біреу гарант па, біз соның барлығын тексере келе аяғында анализға қорытынды береміз. Сіздер сәйкес келесіздер, немесе сәйкес келмейсіздер деп. Содан кейін барып, егерде сіздер сәйкес келіп жатқан жағдайда сіздермен жұмыс жасайтын боламыз. Сіздермен жұмыс жасайтынның алдында ең басында сіздерге сразу мынаны айтты түсіндіргім келіп тұр. Кейбір өйткені біздің клиенттер айтады, мен естімедім, білмедім деген сияқты, бірақ бұл міндетті түрде істелінетін зат. Біз сот процесін бастаймыз, мысалы, біз бүкіл нелерді, заявление бәрін жазамыз, сотқа жібереміз. Сот процесі басталайын деп жатқан кезде уже соттың ұйғарымы шығады, сот процесі басталады. Басталған кезде қаржы басқарушы пайда болады. Қаржы басқарушы дегеніміз кім және ол қалай тағайындалады? Қаржы басқарушыны тағайындайтын бұл мемлекет. Бұл айтқан кезде государственный доход дейді, бұл біздің қазіргі уақытта енді налоговый деп атайтын бұрынғы аты. Осы налоговыйлар тағайындайды. Бұл мемлекет тарапынан тағайындалады. И Қазақстан Республикасының осы төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттық туралы заңында көрсетілген, оның жұмысының ақысын банкротствоға немесе төлем қабілеттілігін қалпына келтіруге кім беріп жатыр, сол төлейді. Ол жерде ай-май 85 мың теңге төлеу керек. Бұл қалай төленеді және қанша уақыт төленеді, сіздерге соны түсіндіріп кетейін. Негізі бұл тағайындалған уақыттан сот процесі қашан басталды, қай уақытқа дейін нақты бітеді. Бұл айтқан кезде соттың шешімі шығады. Соттың шешімі шыққаннан кейін тағы да сізге план жасайды ол. План жасамаса соттық банкротствода заключительный отчетін береді деген сияқты. Сол уақыттың барлығында сіздер қаржы басқарушысына ай сайын 85 мың теңгеден төлеу керексіздер. Қаржы басқарушыға қандай жағдайда кімдер төлемейді? Қаржы басқарушыға мына сусын дейді ғой бізде. Сол сусынға кіретін азаматтар төлемейді. Ол сусынға кіретін азаматтар олар көп балалы аналар, инвалидности бірінші, екінші группадағылар, соғыс ардагерлері, кормилистері қайтыс болған адамдар, инвалидности бар адамдар, бірінші, екінші степень, инвалидности бар балалар, сондай адамдар негізі сусынға жатады. Сусын дегеніміз социально уязвимый слой населения, то есть осылар негізі қаржы басқарушыларына төлемейді, егерде бұл соттық банкротство болатын болса. Егерде төлем қабілеттілігін қалпына келтіру болатын болса, ондай кезде сіздер төлейсіздер. Даже егер сусын болсаңыз да, сіздер төлем қабілеттілігін қалпына келтіруде сіздер төлеуге міндетті боласыздар бүкіл уақытын. Енді сол уақытына келейік. Уақытына көбінесе қалай төлеуге болады қаржы басқарушының жұмысын, Бірінші айы мысалы тағайындалады, бірінші айдың ішінде негізі көбінесе сот процесі бір айда, бір жарым айда бітеді. Бір ай төлеп қоясыздар, соттың шешімін күтесіздер. Егер де сотта жеңіп шығатын болсақ толығымен, ондай кезде сіздер ары қарай төлей бастайсыздар. Егер де сіздер бұл жақта жеңбей қалатын болсақ, мысалы жеңіліп, ұтылып қалатын жағдайлар болады, егер де сондай жағдай болатын болса, онда ары қарай төлемейсіздер, бір төлеммен тоқтайсыздар. Бірақ тағы да мынандай жағдайды айтқым келіп тұр. Мысалы біз жеңеміз, егер де соттың шешімін жеңгеннен кейін бір ай уақытта ол күшіне енеді. Осы күшіне енетін кезде негізі төлемей тоқтата тұрсаңыздар болады. Біз білмейміз, тағы да мына сот процесі біреуі болуы мүмкін апелляцияда, ол жақта отказ алып қалуымыз мүмкін деген сияқты. Апелляцияны ұтатын болсақ, ондай кезде болды. Или күшіне енетін болса, болды, ары қарай қаржы басқарушысына төлейсіздер.
тағы бір момент айтқым келіп тұр. Соттың шешімі шыққанда кейбір кездерде соттың шешімінің ішінде жазылып тұрады. То есть соттық банкротствоның мерзімі 3 ай немесе там төлем қабілеттілігін қалпына келтіру 2 ай уақыт қаржы басқарушысына беріледі деген сияқты. Осы 2-3 ай ғана сіздер қаржы басқарушысына төлеу керексіздер соттың шешімі шыққаннан кейін болды. Егер де бірақ ондай ештеңе жазылмайтын болса, онда айым-ай, пока ол планды бітіргенше, заключениені бітіргенше сіздер төлеп отыруға міндетті боласыздар. Сонымен қатар енді бұл біздің тараптан істелінетін жұмыстар, сіздердің тараптарыңыздан сіздерден сұрайтын заттарымыз. Егер де сіздің бізге делоларыңыз тапсырсаңыздар, дер кезінде өздеріңіздің документтеріңізді, доказательстволарыңызды жинап берулеріңізді сұраймын. Сонымен қатар сіздер бізге делоны тапсырған кезде сіздер доказательством бар деп тапсырасыздар. Өйткені доказательство ештеңе жоқ болатын болса, онда кезде біз көбінесе делоларды қабылдамаймыз. Егер де сіздерде белгілі бір жағдай болатын болса, сіздер мошенник алданып қалдыңыздар ма, сіздер полицияға жазуға міндеттісіздер. Жай ғана ой жарайды ол ақша кетті, қайтарылмайды деген зат емес. Ертең күні осындай банкротство, төлем қабілетін қалпына келтіру деген кездерде сіздерге сондай дәлелдемелер керек болады. Сонымен қатар аварияға түсіп қалдыңыздар ма, ДТП болып қалды ма, бірдеңе болып қалды ма, скорый шақырдыңыз ба, бүкіл фиксировать етіп, соның документтерін жасап отыруларыңыз керек бұндай кезде. Өйткені ертең күні сотқа барған кезде біз дәлелдейміз. Міне мынандай жағдай болды, кредит не үшін алды, мынандай жағдайға соқтығысып қалды, кредит алды деген сияқты соның барлығын каждый кредиттарыңызды почти дәлелдейміз. Ну, как минимум 2-3 дәлел болатын болса, сізде мысалы 10 кредитіңіз болатын болса, соның хотя бы 2-3 дәлелі болса, уже что-то да, ол жақта хотя бы жеңіп шығуға болады. Егер де ойлаңыздар, сіздер кредиттарын бәрін алып алдыңыздар, тем более көп адамдар бір уақыт алады соның барлығын. Ондай кезде мысалы ешқандай дәлел болмаса, онда сотта жеңу қиын болады ондай кезде. Даже егер де сіз соттық банкротствоға немесе төлем қабілеттілігін қалпына келтіруге сәйкес келіп тұрсаңыз да, дәлелдемелер болмаса, ондай кезде сот айтады, мынау недобросовестный дейді. То есть бұл әдейі өзінің қаржылық жағдайын нашарлатты да, банкротство туралы білді да, тапсырды, енді осымен қолданып алғысы келіп тұр деген сияқты заттарды айтады. Ондай жағдай болмас үшін как раз таки осындай дәлелдемелер, осындай заттар бізге керек болады. Документтеріңізді дер кезіңізде беріңіздер, содан кейін бар біздің сот процесінің уақыты как минимум 2-3 айдай болады. Ну, бұл максимум енді шыны керек. 2-3 ай сот процесі болады, содан кейін бар тағы да бір 2 айдай төлем қабілеттілігін қалпына келтіруде обычно план жасалынады. Егер де бұл банкротство болатын болса, соттың шешімі шыққаннан кейін тағы да 6 ай күту керек болады. Бұл міндетті түрде қаржы басқарушыларының енді жұмысына байланысты. Қаржы басқарушысы 3 айда планды беріп тастайтын болса, 3 айда беріледі, 6 айда беретін болса, 6 айда береді деген сияқты. Ол біздің құзырымызда емес, ол қаржы басқарушыларының құзырында. Осы сотқа дейінгі жұмыстар, сотқа дейін, мысалы біз тағы да 1 айдай өзімізге запаспен аламыз, өйткені бұл жақта біз урегулирование жасаймыз, банктермен жұмыс жасаймыз, коллектор деген сияқты солардың барлығымен жұмыс жасаймыз. Сіздерге барлықтарыңызға осыны түсіндіргім келді. Біздің жұмысымыз қалай өтеді, сіздердің тараптарыңыздан не істеу керек деген сияқты соның барлығын біліп жүріңіздер.